атақты көкірек көзі ашылған хазіреттердің бәрінің проблемасы сол біреу ғой. Ана кейін әбден атағы шығып, елдің бәрі оған жаңағыдай үйіп ойбай деп садақасын әкеліп беретін кезде ана телегей теңіз үйіліп қалған садақаны таратуларға проблема болған кәдімгідей. Мына ет жемес ишан деген болған. Соның баяғыда Кауфман деген Түркістан генерал губернатор паралич соғып бір жеті істемей құлап қалған кезінде ойбай мына кісіні не істейміз дегенде, мына қазақтардың арасында суфилер бар, 22 ма 23 па атақты суфилар бар, соның ішінде біреуі ғана аузының дуасы бар, ет жемес ишанды әкеліп дем салдырсаңдар жазылады бұл дейді ғой. Соны жаңағы өзі ешек мініп жүреді, анау соны алып келген кезде қазір ешектен ба аттан ба түспей ана олар Кауфманның бізге түр деп түсірмей қойды, ана қасында бір қазақ қой, ақыл айтып отырған аған. Соны кіргеннен кейін бұл шынымен дем салады дағы, Кауфман жазылып кетеді дағыны, ойбай мына ет жемес ишан мен емдеп шығарды, мен бұған жақсылық жасаймын дейді, оған бір жаңағы базар соғып береді. Енді Ташкентті мен білмеймін, білетіндердің айтысынша ишан базар деген әлі бар деп айтады. Ол сол базар ма, басқа базар ма, құдай білсін. Сол жерде дейді, ана базардың күнделікті салығы дейді, ана миллионер қылып жіберді, ана ет жемес ишан дейді ғой. Ол сонда ет жемес ишан дейді, күніге отырып алады дағын дейді, ана жиналып қалған тау ақшаны жетім жесірлерге таратып жіберу оған үлкен проблема болды дейді ғой. Сонда үйіне кешке өзінің қатын бала шағасы бар, сол жерде отырады дейді. Күнделікті жейтін бір тостақ көжесімен лепешкасын ғана алып барады, болды, артық лимит шығармау керек. Егер шығарып запасына ертеңге керек болып тұрса, мына черный день деп қоятын болса, оны имансыз деп айыптайды ана жерде. Қалай сен ертең сонда тамақтың келетініне келіп тұратынына сен сонда сенбей отырсың ба деген.